Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ойын арқылы шығармашылық қабілеттерін ашу. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушылардың білімін шығармашылықпен байланыстыра отырып ойын арқылы оқыту, оқу сапасын көтеру. Ойын түрлері: сюжеттік рөлдік ойын, қимылды ойындар, ұлттық ойындар, үстелісті ойындары, сөздік ойындар, дидактикалық ойындар жатады ойын түрлеріне. Осы ойынға қойылатын әдістемелік талаптар. Бірінші, ойынның мақсаты нақты көрнекіліктер мен материалдар күн ілгері дайындалып қойылуы керек. Ойынға кірісер алдында ойынның тәртібін оқушыларға әбден түсіндірген жөн. Ойын балалардың құзыреттілігін дамыту негізі болып саналады балдар. Ал балалар, енді келесі сергіту жаттығуларымен сабағымызды жалғастырайық. Бірінші, басты оңға, солға, алға, артқа бұрамыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жаттығу: қолды белге қоямыз. Белімізді 4 рет оңға, 4 рет солға иеміз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Жарайсыңдар балалар. Келесі жаттығу: қолды белге қоямыз. Оң қол жоғарыда. 1, 2 оңға иілеміз. 3, 4 қолды алмастыру арқылы солға иілеміз. Жаттығуды